Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге құйрық майды үй жағдайында коптить етудің, яғни ыстаудың әдісін көрсететін боламын. Бұл әдістің тиімділігі сіздердің ешқайда баруларыңыздың қажеті жоқ, үйлеріңіздің ішінде қарапайым ас бөлмелеріңізде дайындай аласыздар. Ең алдымен құйрық майларды орташа кішірек бөліктерге бөліп алатын боламыз. Достар, сіздер менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды сұраймын. Ал егер де видеоларым ұнап жатса, пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыз. Құйрық майлардың барлығын турап алдық. Енді маринатын дайындайтын боламыз. Ол үшін тұзды, қара бұрышты және копченый паприканың барлығын араластыратын боламыз. Және осы қоспалардың барлығын құйрық майдың әр бөлігінің жан-жағына қолымызбен жақсылап ысып отырып жағып шығамыз. Бұл әдіспен дайындалған құйрық майдың дәмі ерекше болып шығады, яғни түтіннің, ыстың иісі сіңіп, құйрық майларыңыз шашлықтан кем болмай шығады. Менің арнамнан сіздер сондай-ақ әсіптің, бауырды іш майға орап пісірудің әдістерін көре аласыздар. Тағы да бұл жерде қоспаға чеснок салуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде менде видеоға түспей қалған екен, бірақ та міндетті түрде 2-3 тісше чеснокты қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін қақпағы жақсылап жабылатын ыдысқа салып, тұздықты бетіне себеміз, қақпағын жауып, 2-3 тәулікке бөлме температурасында қараңғы жерге қоятын боламыз. Менде құйрық май дәл осы тұздықта 3 тәулік тұрды. 3 тәуліктен кейін осындай алюминий немесе темір қазанның түбіне осындай темір қоясыздар. Бұл бізде негізі болады, яғни осының үстіне барлық заттарды қоямыз. Және де шет-шетіне ағаштың жаңқаларын салып шығамыз. Жаңқа менде шия ағашының жаңқасы. Сіздер кез келген үйдегі жеміс ағаштарының жаңқасын пайдалана аласыздар. Не болмаса дайын дүкендікін сатып алсаңыздар болады. Үйден жасағанда міндетті түрде ескеріңіздер, ағаштардың сыртқы қабықтары кетіп қалмауы қажет. Ал енді осының үстінен бір теміріміздің сыртын фольгаға орап, әр жерін осылай тесетін боламыз. Осының үстінде бізде құйрық май болады. Тесуіміздің себебі құйрық майдағы артық майлар ағады. Ал мына фольгамен жасалған тарелка тәріздіміз біздің құйрық майдың артық майлары осыған ағады, яғни жаңқаға май тимеуі қажет. Құйрық майдың өзіңізге қажет бөлігін осыған салып қазір пісіреміз. Қалған бөлігін салафанға салып, морозилькіге қатырып қойсаңыздар болады. Негізі құйрық майды ыстайтын арнайы құрылғылар болады. Мен сіздерге қарапайым қазандарыңызды ыстаудың әдісін көрсетіп жатырмын. Еңбегімді бағалауларыңызды сұраймын. Құйрық майларды орналастырғаннан кейін қақпақтың астынан 2 қабат фольганы жібереміз. Оның үстінен қақпақты жақсылап жауып, фольганың шет-шетін қайтарып, ішіндегі ысы шықпайтындай жақсылап бекітеміз. Одан кейін газдың үлкен көзіне қойып, қатты отта 15 минут ұстаймыз. 15 минуттан кейін қазандарыңызды бір тәулікке немесе қазандарыңыз суығанша осы қалпында қалтыратын боласыздар. Яғни құйрық майларыңыз осы түтінде, осы қазанның ыстығында тұрып пісетін болады. Мінекей біздің құйрық маймыз дайын болды. Абайлап ашамыз. Үйдің ішіне түтін шығып кетеді деп қорықпасаңыздар болады. Бұл жерде мүлдем түтін шықпайды. Осымен біздің копченый, яғни ысталған құйрық майымыз дайын. Сіздерге де дәл осылай пайдалы әрі дәмді етіп жасап көруге кеңес беремін. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.